Баршаңызға сәлем. Сиқырлы ілмектер арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай үйге арналған аяқ киім тоқимыз. Бұл аяқ киімді біз жібек жібінен тоқыдық. Ол үшін бізге осындай табан және де осындай жібек жібі, ілмек және осындай от тұтандырғыш керек бізге. Бізде бұл Қытайдың жібек жібі, жалпақ түрі. Біз бүгін осындай жіппен аяқ киім тоқитын боламыз. Осылай табанымызды өлшеп аламыз, қай жерден бастау керек екенін. Сол жерге, сол табанымыздың жібіне осылай ілмегімізді іліп аламыз. Бұл жерде біз бірінші өлшемдегі ілмекпен тоқимыз. Осылай ілмегімізге жібімізді өткізіп аламыз. Осылай іліп алып, бірінші бастамасын осылай іліп аламыз. Сіздерге түсінікті болсын деп жақынырақ көрсетейін. Осылай бастамасы ілмегімізге жібімізді осылай іліп аламыз. Осылай ілмегімізге жібімізді іліп, артық жіпті үстінен қалдырып, осылай шығарып алып, ілмекте 3 жіп, сол жіптің екеуінен бір іліп аламыз. Екінші рет 2 жіп қалды ілмекте, содан тағы бір рет іліп аламыз. Осылай табанның жібінен, табанның жіптері тұр ғой, сол жердегі жіптерден 3 рет тоқимыз. Әрбір жіпке 3-3-тен тоқып шығамыз. Осылай табан жібінен өткізіп, ілмекте 3 жіп болады. Сол жіптердің 2 жібінен бір іліп жоғар көтереміз. 2 жіп қалады. Сол 2 жіптен тағы бір іліп алып, екінші рет жоғарғатай көтереміз. Осы әдіспен тоқып, аяқ жағына дейін, келесі бетіне дейін тоқып аламыз. Осы жерде мұқият қарасаңыздар, өздеріңізге де түсінікті болады. Мінекей 1, 2. Бұл жерде біз менің арнамда дәл осылай тоқылған, иран жібімен тоқылған аяқ киім бар. Бұл жерде дәл солай, бірақ бұл жерде біз жібіміз жібек жіп, және жібек жіппен біз ілмегіміз бірінші өлшемдегі ілмек болады. Сондай ғана айырмашылық бар, ал негізі тоқу әдісі бір. Мінекей, енді келесіге тоқимыз, табанның келесі жібіне қытай тоқимыз. Ол жерден де 3 рет тоқып аламыз. Осылай тоқып аяқ жағына дейін осы бір әдіспен тоқимыз. Мұқият қарасаңыздар, өздеріңізге түсінікті болады. Мінекей, бізде мына жерде бірінші өлшемдегі ілмек. Осылай айландырып, аяқ жағына дейін алып барамыз. Осы бір әдіспен. Мінекей, келесі бетіне дейін тоқып алдық. Осы жерде осылай жібімізбен, мінекей осындай әдемі өрнегіміз шықты. Мінекей осылай жібімізбен өлшеп аламыз. Екі жақ дәл болған кезде, мінекей екінші қатарымызға көшеміз. Екінші қатарға көшер кезде осылай бір іліп аламыз жоғарғатай. Осылай өзімізге қарай қаратамыз, және екінші қатарымыз дәл бірінші қатарды қалай тоқыдық, дәл солай тоқимыз. Мінекей, ілмегімізге жібімізді іліп аламыз. Екінші көзден осылай іліп алып, бір және 2 рет жоғарғатай көтереміз. Мінекей, осы әдіспен аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей, 1, 2.
жібімізді іліп алдық, көзімізден өткіздік, іліп шығардық. Ілмектегі 3 жіптің 2 жібінен іліп алып өткіздік, және қалған 2 жіптен тағы бір іліп алып, екінші рет жоғарыға қарай көтереміз. Бұл жерде ең бастысы осы бір әдісті үйреніп алсаңыздар, жеңіл сіздерге. Осылай бір әдіспен бірінші қатарымызда осы әдіс, екінші қатарымызда да осы әдіспен аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей, мұқият қарап отырсаңыздар, сіздерге түсінікті болсын деп жақыннан түсірдім. Мұқият қарап, осылай тоқуды бастап үйренсеңіздер болады. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз, келесі бетке дейін. Мінекей, келесі бетіне дейін тоқып алдық. Енді осылай аяқ жағын тоқып аламыз. Мен сіздерге түсінікті болсын деп жақынырақ түсірейін. Мінекей, аяқ жағына дейін келдік. Осылай соңғы жерін мінекей, аяқ жағына келіп, осылай аяқтаймыз. Енді осы жерде ілмегімізбен бір іліп аламыз. Осылай өзімізге қарай қаратамыз. Енді осы жерде мінекей, жібімізді ілмекке ілмейміз. Бірден осылай екінші көзден өткізіп, осылай іліп алып, осы әдіспен бір қатар тоқып шығамыз. Бірінші, екінші қатар сияқты жоғарыға қарай 2 қатар көтермейміз. Мінекей, осылай бір қатар әрбір көзден тоқып шығамыз. Мінекей, көзден өткіземіз, жібімізді іліп алып шығарамыз да, осы жерден осылай іліп аламыз. Мінекей, осы әдіспен аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей, 3-ші қатарымызды тоқып бітірдік. Осылай соңғы қатарымыздың соңғы көзінен өткізіп, осылай іліп алып, артық жібімізді осылай алып тастаймыз. Мінекей. Осы жерде жібімізді осылай бірден өткізіп аламыз. Мінекей, осылай өткізіп алғаннан кейін жібімізді осылай ары-бері өткізіп, жақсылап бекітіп тастаймыз.
Енді біз бетін тоқуды бастаймыз. Енді бұл жерде менің кешірім сұраймын сіздерден, телефоным түсірген кезде кейбір жерлерін үзіп алып тастайды. Сол себепті дәл бастаған жеріміз түсірілмей қалыпты. Енді осы жерден дәл көзін, осылай дәл ортасын белгілеп өлшеп аламыз. Мінекей бізде дәл ортасы мінекей осы жер болып тұр. Осы жерден 8 көз санаймыз. 8 көз санап алғаннан кейін 8-ші көзден біз сол жерден бастап тоқимыз. Сол жерден бастап тоқып, осылай мінекей осы жерде мінекей біз 3-ші өрнегімізді тоқып келдік. Бастамасы да дәл осылай, аяғы да дәл осылай тоқылады. Бастаған кезде де дәл осылай бастайсыздар. Сіздерге егер бастамасы түсініксіз болса, мен сіздерге сілтеме тастап кетемін. Сол жерде менің нелерім бар. Осылай бастамасы қалай тоқылатынын көрсетілген видеолар, сабақтар бар. Бірақ басқа жіпте, бірақ осы әдіспен тоқылған. Сол жерден түсінбей жатсаңыздар көрсеңіздер болады. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5. Және мінекей 6-шысын тоқып жатырмыз. Бір көзден осылай 2 рет іліп алып көтеміз. Бастамасын ең бірінші бастап тоққан кезде дәл сондай әдіспен тоқимыз. Және ортаға бір көз салып тастап отырып тоқимыз. Мінекей 2-ші рет іліп алып тоқып жатырмыз. Мінекей өткізіп алып, ілмектегі 3 жіптің екеуінен бір, 2-сінен бір тоқып жоғарғата көтереміз. Мінекей бұл жерде бізде 6 көз болды. Және бір көзді тастап, 2-ші көзден осылай іліп алып бекітеміз. Мінекей осылай бекітіп аламыз. Енді осы жерде не табаннан, не жіптен осылай өткізіп аламыз да түйеміз. Мінекей осылай жақсылап түйіп тастаймыз. Енді бұл бізде енді бірінші қатарымыз. Енді 2-ші қатарды осылай біз 4-ші көзден осылай ілмегімізді өткізіп аламыз. Жібімізді осылай ілмек іліп аламыз. Ортаңғы жіпті жақсылап нетеміз. Өлшеміз қатты тар немесе бос болып қалмасын. Және осы жерде мінекей мұқият қараңыздар, осы жерден іліп алып тоқимыз. Мінекей 1 және дәл сол жерге 2-ші 1, 2. Мінекей осылай. Мінекей енді 2-ші өрнегіміз тоқимыз. 1, сол жерге 2-ші рет іліп алып, 1, 2 жоғарғата көтереміз. Мінекей мұқият қарап отырсаңыздар, сіздерге түсінікті болады.
Мінекей екінші қатарымыздың аяқ жағына дейін тоқып алдық. Қалай бастадық, солай аяқтаймыз. Төртінші көзден міне іліп алып, осылай жақсылап бекітіп тастаймыз. Енді үшінші қатарымызды үшінші көзден бастаймыз. 3 көз санап, сол жерден бастап тоқып отырамыз. Ең бастама бірінші қатар тоқыдық, және екінші қатар 4 көзден тоқыдық қой. 4 көзден тоқыған себебіміз бас жағы әдемі көрінсін деген себептен. Енді үшінші көзден бастап тоқисыздар. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аласыздар. Мінекей, біз аяқ жағына келдік, және соңғы қатарымызды тоқиын деп жатырмыз. Мінекей, осы жерде біз қанша қатар тоқығанымызды санаймыз. Бұл жерде біз 16 қатар тоқу керекпіз. Бұл жерде біз 15 қатар тоқыдық, және 16-шы қатарымызды тоқиын деп жатырмыз. Бұл әркімдікі әрқалай шығады. Сіздер қай жерден бастадыңыздар, қалай тоқып жатсыздар, соған байланысты. Бірінші 10 аяқтағы аяқ киімдерімізді тоқып болғаннан кейін, сол жерді дәл солай сол жақты тоқисыздар. Ол енді өздеріңізге байланысты. Сіздерден қанша қатар шығады. Мінекей, соңғы қатарымызды тоқиын деп жатырмыз. Осылай жібімізді жақсылап тұрып өлшеп аламыз. Тым ұзын, тым тар болып қалмасын. Осы жерде мұқият қараңыздар. Мінекей, осылай жібімізді іліп алып, осылай тоқимыз соңғы қатарымызды. Осылай соңғы қатарымызды тоқып, аяқ жағына дейін тоқып алғаннан кейін жақсылап бекітеміз, және тағы бір қатар тоқып шығамыз. Ол бізге аяқ жағы біткеннен кейінгі аяқ киіміміздің өнін келтіреді, және созылып кетпес үшін аяқ киімдеріміз киген кезде алдыңғы жағы кейбір аяқ киімдер созылып кетеді. Сол үшін бір қатар жақсылап бекітіп тоқытып шығамыз. Мінекей, соңғы қатарымызды тоқып біттік. Осылай жақсылап бекітіп аламыз. Мінекей, соңғы қатарымызды жақсылап бекітіп алғаннан кейін, жақсылап тұрып түйіп аламыз. Не табаннан, не жіптен өткізіп аламыз. Мінекей, соңғы қатарымыз тоқып бітті. Енді бір қатар тағы жүргізіп шығамыз.
Осылай жібімізді жақсылап тұрып, өлшеп аламыз. Тым қатты ұзын немесе қысқа болып қалмасын. Мінекей, осылай бір қатар тоқып шығамыз. Мінекей, осылай бір іліп алып, бір рет осылай іліп аламыз да, осы бір әдіспен тоқып шығамыз. Мінекей, ортасындағы өлшеген қалдырған жібімізді қалдырмай бірге іліп алып тоқып отырамыз. Мінекей, осылай аяқ жағына дейін тоқып алдық. Осылай жібімізді іліп алып, артығын қайшымен осылай қиып тастаймыз. Осылай қиып тастағаннан кейін жібімізді шығарып аламыз. Енді осылай аяқтадық. Енді осы жіпті ары бері осы тоқылған жерлерден өткізіп, жақсылап бекітіп тастаймыз. Осымен біздің бүгінгі тоқыған аяқ киіміміз үйге арналған тоқылып бітті. Қандай әдемі, керемет өрнегіміз шықты. Осылай өздеріңізге тоқылып алсаңыздар болады. Мінекей, қандай керемет. Мінекей, осындай керемет үйге киетін аяқ киім шықты. Жеп-жеңіл және де төзімді. Бұл енді бізде жыртылып кетпейді, өйткені жібек жібінен тоқылған. Бүгінге біздің сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Бізді жоғалтып алмас үшін арнамызға тіркеліп алыңыздар. Алдыда көптеген сабақтар шығады. Келесі сабағымызда кездескенше.